Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді сникерс пирогын бірге жасаймыз. Ең бірінші қамырына керекті заттар: ұн, какао, қопсытқыш, май, қант және бір жұмыртқа. Ең бірінші бөлме температурасындағы жұмсақ майымызды миксерлеп аламыз. Үстінен қантымызды қосып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Қантымыз ерігеннен кейін бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызға какао мен қопсытқышымызды қосып, қолмен жақсылап араластырып аламыз. Үстінен майымызды қосып, қолымызбен илеп, жұмсақ қамыр жасаймыз. Осылай жұмсақ қамыр жасап алып, тоңазытқышымызға 10-15 минуттай қалдырамыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды жайып, ыдысымызға салып, бортиктарын жасап, бәрін тегістеп аламыз. Міне қамырымыз дайын болды. Осылай болып шығу керек. Енді салмасын жасап аламыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, қант ұнтағы, сливки 33%, және творожный сыр қажет болады. 2 жұмыртқамызды бірінші жарып аламыз. Одан кейін қант ұнтағын саламыз. Жақсылап араластырамыз қолымызбен. Одан кейін творожный сырымызды қосамыз. Оның үстінен сливкемізді қосып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Мінекей салмасы дайын болды. Енді осы қамырымыздың үстіне жер жаңғағымызды осылай салып шығамыз. Жаңғағымыз қуырылған болса, онда тіпті дәмді болып шығады. Үстінен карамель қосамыз. Менде үй жағдайындағы карамель. Карамельдің жасалу жолын тағы да бір видеода көрсететін боламын. Егер де карамель жоқ болып жатса, онда вареный сгущенкамен де жасауға болады.
Енді үстінен салмасын салып, бірыңғай тегістеп аламыз. Одан кейін духовкаға 180 градуста 40-50 минуттай пісіреміз. Енді шоколадымызға май қосып, микроволновкада ертіп аламыз. Оның үстінен қуырылған жер жаңғағымызды салып, араластырамыз. Дайын болған пирогымыздың үстінен жақсылап жағып шығамыз. Осылай қасығымызбен тегістеп шығамыз. Одан кейін холодильникте 4-5 сағаттай қалдырып қоямыз. Мінекей дайын болды пирогымыз. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ас болсын!